саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы волейбол ойынының негізгі ережелері. Волейбол командалық ойын. Әр командада 6 ойыншыдан болады. Әр команданың 6 ойыншыдан басқа 8 қосымша ойыншылар болады. Волейбол ойыны 5 кезеңнен тұрады. Әр кезең 25 ұпайға ойналады. Волейбол ойынының алаңының ұзындығы 18 метр, жалпақтығы 9 метр болады. Волейбол алаңы 2 алаңға бөлінеді. Ортасынан тор бағанға бекітіледі. Ерлер торының биіктігі 2-де 43, әйелдер 2-де 24 сантиметр болады. Волейбол алаңында 6 зона болады. Бірінші зона, екінші зона, үшінші зона, төртінші зона, бесінші зона, алтыншы зона. Ойын барысында алаң 2-ге бөлінеді. Қорғаныс зонасы, шабуылдау зонасы. Доп ойынға сызықтың ар жағынан қосылады. Допты ойынға қосуға 8 секунд уақыт беріледі. Допты ойынға қосу барысында ойыншы сызықты басқан жағдайда ойын ережесі бұзылады. Назарларыңызға рахмет.